төрт айда бітіруге болады. Біз қаражаттың не болмаса. Ішкі жұмыстар қалды қазір, благоустройство. Жұмыстар енді ауырына қарамай жасауға болады. Істебеш алды. Котельныйымызды дайындап қойдық, в принципе, газбен де сөйлесіп отырмыз. Сыртқы жұмыстардың бәрін аяқтауға болады. Иә, сыртқының бәрін. Бордюрлар келіп тұр, неге благоустройствоға. Ішкі жұмыстар енді жасай беруге болады. Біздерде мына жерде гипсокартоннан перегородкалар основной. Сыртқы ма? Жоқ, ішкі ана каждый секция бөлмелері. Сырты мынандай панельный. Сондай ма? Мына жақта витраж түседі, фиброцементпен жабылады алды. Полностью мына колонналар нелердің бәрі қапталады. Ешқандай корректировкаға келмейсің ғой. Жоқ, пока. Бітіру керек. Мынау енді бұрыннан кеткен қатысушылардың теңгерінде болған, қазір Атырау облысы арнасына берді. Жаңадан жасағандарымыз қазір мына жерде 6 скважинамыз бар. Оны заказчик комитет водных ресурсов болып, сол 6 скважинаның сол насостары жанып кете берді бізде қазір. Ол скважинаның басында. Скважинаның басындағы. Осы жердегі ештеңе жоқ проблема. Все, мына жерде Атырауына жалпы 200 километр водовод биылғы жылдан бастап облысқа берілді, республикада. Мына біз қазір жүріп тұрмыз Қояндыда. 6 скважина, жаңадан 6 скважина қазылды. 12 скважина тек екеуі жұмыс жасап тұр. Маңызды мәселе ол насостың түрін дұрыс дұрыс таңдау. таңдау. Одан кейін фильтр дұрыс таңдау. Проект бойынша қуат болған асырмай. Сосын фильтрдің несі мәселесіне мүмкін екі уровень фильтр қоясыздар, білмеймін. Бірінші механический не қояды, өздері біледі олар, айтсаңдар. Контракттан кейін екі скважина айтпесе жыл сайын қазбаймыз ғой біз. Иә. Ол негізі қымбат емес, былай айтқанда, бірақ не жұмыс істеу керек қой. Может, оған әтеп біріктіріп, бір бөлігін ертең бара бересің дейді ғой. Қазір бәрі қайта сұрап жүр. ойлады ғой, магнит емес, ол сразу манипуляционность. Это мектепке де ана нелеріне пайдаланамыз. Жалпы жұмыстар жоспарланды. Соның 0,36 учаскесінде жөндеу жұмыстары орындалып жатыр қазір. Сонымен қатар 36, 67, 68 учаскесінде қазір мобилизация жасап жатырмыз. Топожемкасын толықтай түсірді. Қазір мынау жер суын іздеу бойынша келісімшарттары бар мердігер мекеменің. Өйткені су жоқ. Соған технический вода, там питьевая вода. Соған қазір жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді сентябрь айынан бастап полноценный жұмыстар бастауды жоспарлап отыр.